1925 жылы желтоқсанда өткен БКПП-ның 14-ші съезінде Кеңес одағын индустрияландыру бағыты белгіленді. Шаруашылықтың барлық салаларын, соның негізінде техникалық қайта жарақтандыру мен еңбек өнімділігін арттыру үшін бүкіл экономиканың негізі ретінде ең алдымен ауыр өнеркәсіпті дамыту, оның шаруашылықтағы жетекшілік рөлін бекіту арқылы шет елдермен экономикалық жарыста озып шығу мақсаты қойылды. Кеңес өкіметі өнеркәсіп саласына қай уақытта қанша көлемде қаржы бөлді? 1925-1928 жылдар аралығында өнеркәсіп салуға 3,3 миллиард сом қаржы жұмсалды. Ресей аумағындағы ескі өнеркәсіп орындарын қайта жөндеумен жаңа қуатты зауыт фабрикалары, су электр станцияларын салуға жұмсалды. Қазақстандағы индустрияландыру ісі патриархалдық феодалдық қатынастарды феодализмнен капитализмге соқпай, социализмге жедел қарқынмен өту сияқты ұрандармен басталды. Индустрияландыруға қатысты қандай маңызды шаралар белгіленді? 1926 жылы 27-30 сәуірде Қызылордада өнеркәсіптің дамуы мәселесіне арналған арнайы өлкөлік мәжіліс өтті. Онда Қазақстанның орасан зор табиғат байлығы аталып өтті. Қазақ АКСР-ның ХШК мен Мемлекеттік жоспарлау комитетіне республиканы өнеркәсіптік аудандастыру мен өнеркәсіптің дамуының келешек жоспарын жасау тапсырылды. Қазақ АКСР жағдайында әсіресе жер және мал шаруашылықтарымен тікелей байланысты жергілікті өнеркәсіпті кең түрде өрістету өмірлік қажеттілік ретінде атап көрсетілді. Бұл Қазақстандағы индустрияландыру ісінің отаршылдығының басталғанын көрсетеді. Қазақстандағы индустрияландырудың барысы мен сипаты қандай болды? 1928 жылдың 1 қазанынан шартты түрде басталатын бірінші 5 жылдық жылдарында Қарсақпай, Риддер сияқты кәсіпорындар, Ембі мұнай өндірісі, Степняк алтын кені және тағы басқалар қайта қалпына келтірілді. Қай жерде қандай өнеркәсіп түрлері ашылды? Табиғат байлықтарының күрделі ошақтарын табу мақсатында бірінші 5 жылдық жылдарында КСРО ғылым академиясы кешенді ғылыми экспедициялар ұйымдастырды. Соның барысында соғыс басталғанға дейінгі кезеңде Қарағанды шахталары, Ембінің мұнай кәсіпшіліктері, Алтай мен Ащысай кәсіпорындары қайта жабдықталып, Зырян, Риддер полиметалл, Балқаш пен Жезқазған кен металлургия комбинаттары салынды. Қазақстанда өнеркәсіптің қандай түрлерін жетекші салаға айналдырды? Қазақстандағы түсті металлургия өнеркәсіптің жетекші саласына айналдырылды. Кенді Алтай өңірі Сібірдегі кәсіпорындарды қамтамасыз етті. Ембі мұнайы Орск сияқты мұнай өңдейтін зауыттарға жіберілді. Балқаштың мысы мен Шымкенттің қорғасыны да Қазақстаннан тыс жерлерге тасылып әкетілді. Қазақстан металлургиясының жағдайы қандай болды? Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында Қазақстан КСРО-дағы республикалар арасында металлургия бойынша 2-ші орынға шықты. Қазақстан мұнай өндіру бойынша да Ресей мен Әзірбайжаннан кейінгі 3-ші орында тұрды.